Ораламыз. Елорданың дизайн коды әзірленуде. Жоба осы жылдың соңында бекітіліп, келесі жылы жүзеге асырылады дейді Сәулет қала құрылысы және жер қатынастары басқармасының басшысы Нұрлан Ұранқаев. Естеріңізге болса, мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Нұр-Сұлтан қаласын одан әрі дамыту мәселелері бойынша өткен жиында елорданы халыққа жайлы қала етуді тапсырған болатын. Және бас шаһарда бірыңғайлық пен үйлесімділік жоқ екендігін сынға алды. Ал дизайн код мемлекет басшысы тізген кемшіліктерді түзетуге бағытталған тың жоба тек ғимараттар мен тұрғын үйлердің сыртқы келбетін үйлестірумен қатар жол желілері, жарықтандыру, тас төсеу, шағын сәулеттік пішіндерді қала келбетіне сәйкестендіруге бағытталған. Құжатты 2019 жылдың соңында бекіту жоспарланды. Сонымен қатар бірыңғай код тек құру топтарының қасбеттеріне ғана емес, сонымен қатар шатырға, жол желісіне, жарнамаға, жарықтандыруға, төсемге, шағын сәулет нысандарына, қоқыс жәшіктерде де қолданылады. Әр көшеге өз коды берілетінін айта аламын. Кодтау жүйесінің негізінде қаланы абаттарында қолданылатын құрылыс материалдарының каталогтары жасалатын болады.